Barchangizga xayrli kun do'stlar. Bugun biz Twitterdan qo'lda bar zatlarni raketani savdo o'rganayotgan bo'lamiz. Eng oldin mening kanalimga tirkelmagan bo'lsangizlar, tirkelib qo'yingizlar. Bizga qanchalik zatlar, rulonning o'rtasidagi kardonni, shart ustidagi tayoqcha, o'sida gulning ostidagi tarelkasi, maxta, qayshi, yani qizil, oq, ko'k tusda filtrlardan qoldiqlari qajib bo'ladi. Men issiq qiling mіндетті түрде. Eng oldin men o'sha rulonning ishindagi kardonni olib, oq filtrga o'rab qiladigan bo'lamiz. Issiq qilingda filtrga uzoq vaqt ustav qajib, aytpesi açılıp ketетін болады. Осылай кардон рулонымызды осы ақ фильтрмен орап дайындап алатын боламыз. Артық жерлерінің барлығын қиып тастайтын боламыз. Міне осылай артық жердің бәрін қиып тастаймыз. Міне орап алдық. Енді қызылдан ракетамыздың төбесін жасайтын боламыз. Оны осылай үш-бүріште етіп, ыстық клейдің көмегімен бір-біріне жабыстырып аламыз. Осының барлығын осылай жабыстырып алып, астын бір тегіс қылып қиятын боламыз. Бұны жаңағы рулонның төбесіне ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Міне осылай жабыстырамыз. Енді тағы да қызыл қалдық фильтрлардан осындай ракетамыздың төменгі бөліктерін жасайтын боламыз. Оны да осындай конус тәріздес етіп, үш-бүріш қылып дайындап аламыз. Төрт-үштігін дайындап алып, осылай ракетамыздың төменгі жағына, төрт жағына жабыстырып шығатын боламыз. Міне барлығын осылай жабыстырып шықтым. Енді көк фильтрден осындай домалақ қиып аламыз, және ақшыл көктен ортасына кішкене домалақ қиып алып, осы жерге жабыстыратын боламыз. Мен жабыстырып алдым. Енді біз ракетамызды тұрғызу үшін осындай шардың пластик таяқшасын қолданатын боламыз. Оның кішкентай бөлігін қиып алып, көлденеңінен рулонның ортасына салатын боламыз. Ұзын таяқшасын ыстық клей арқылы осылай орнататын боламыз. Өздеріңізге керек көлемін өлшеп алып, ыстық клейдің көмегімен жаңағы көлденеңінен орналасқан пластикке жабыстырып шығатын боламыз. Міне жабыстырып алдым. Енді гүлдің астындағы тарелкесін төңкеріп, осы ракетамызды тұрғызатын боламыз. Оны да ыстық клеймен міне тұрғыздық. Енді мақтаны ракетамыздың ұшқан кезде астынан шыққан түтін тәріздес етіп, ракетамыздың астыңғы жағын барлығын жауып, ыстық клейдің көмегімен жабыстырып жіберетін боламыз. Егер осы ракетамыз жанып тұрғанын қаласаңыздар, астыңғы жағының ортасына шам болса жағып, кіргізіп, жабыстырып қоюларыңызға болады. Назарларыңызға көп